Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі онлайн сабағымызға қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жүректілік, жігіттің қасиеті. Сабағымыздың негізгі мақсаты мәтіннен негізгі ойды анықтау және оқшау сөздерді ажырату. Демек, сіздердің үйренетіндеріңіз мәтіннен негізгі ойды анықтауды және оқшау сөздерді ажыратуды білесіздер. Енді сабағымызды бастамай тұрып, Ұлы Отан соғысындағы қазақ батырлар жайында кластер жасап көрейікші. Кімдерді білеміз, Бауыржан Момышұлы, Талғат Бегелдинов, Әлия Молдағұлова, Мәншүк Мәметова, Рахымжан Қошқарбаев және Нұркен Әбдіров. Нұркен Әбдіров қазақтың Ұлы Отан соғысындағы батыры, бүгінгі біздің сабағымыздың негізгі кейіпкері болады. Енді сабақтағы негізгі ойды анықтамай тұрып, негізгі ойды анықтауға алып баратын жолдармен таныс болайық. Яғни мәтінді талдауды. Кез келген бір мәтінмен танысқаннан кейін, ондағы негізгі ойды анықтау үшін ең бірінші ондағы формамен таныс боламыз. Ең бірінші формасы. Мәтіннің несі? Ең бірінші формасы. Екінші жанры, одан кейін мақсаты, онымен танысқан екен мазмұны және стильмен танысатын боламыз. Келесі сөйлеу формасы. Соның алғашқы түріне келейік. Сөйлеу формасы. Мәтіннің формасы екі түрлі болады. Жазбаша және ауызша. Жазбаша ол әдеби норманы сақтап жазылған мәтін болса, ауызша кәдімгі дыбысталып, еркін формада жазылған шығарманы мәтінді айтамыз. Келесі жанры. Жанры деп отырғанымыз не? Жанры деп отырғанымыз мақала, репортаж, интервью, комментарий болады, сұхбат, немесе әңгіме, повесть, роман, өлең, комедия, трагедия, тағы басқалар болады. Немесе өмір баяндық, бір күнделік хат, баяндау сияқты болуы мүмкін. Және ғылыми мақалалар, диссертациялар осы категорияға кіруі мүмкін. Және сәлемдесу, сұхбат, диалогтар, тағы да басқа. Міне жанрын осылайша топтастыруымызға болады. Келесі біз мәтіннің мақсатын анықтаймыз. Яғни мәтін не мақсатпен жазылды? Бұлайша айтқанда идеясы, ақпарат беру болып табылады мақсаты кейде қызықтыру, сендіру, дауласу, ақыл кеңес беру түрінде болады кейде мақсаты. Кейде мәтіннің мақсаты суреттеу, баяндау ғана болса, кейде пікір білдіру, немесе адамды тәрбиелеу үшін жазылған болуы мүмкін. Келесі мазмұны, яғни не туралы? Мазмұнын біз екі топқа бөліп қарастырамыз. Тарихи және әлеуметтік деп. Тарихи ол өткен оқиғаны, тарихтағы болған оқиғаларды жазатын болса, әлеуметтік, яғни социальный, әлеуметтік қоғамдағы бүгінгі болып жатқан оқиғаларды суреттеу. Одан кейінгі соңғысы әрине стилі. Біз стильдердің түрлерін өттік, яғни ауызекі стилі, публицистикалық, көркем әдебиет, ғылыми іс-қағаздар стиліне бөліп қарастырдық. Осы стильдердің біздің танысатын мәтініміз қай түріне жатады? Енді сіздерге бір тапсырма берейін. Мұқият мәтінді тыңдап алыңыздар. Мәтіннің тыңдап болғаннан кейін мәтіннің формасын, жанрын, мақсатын, мазмұнын және стилін анықтап жазып алайық. Жарай ма? Олай болатын болса, мәтінмен танысамыз. Кеттік. Аса қадірлі атана Сәрсен Светлана. Аман-есен денсаулықтың арқасында жақсы жағдайда жүріп жатқан боларсыздар. Бірталайдан бері дайындалған уақытым бітті. Ертең бе, болмаса бүгін бе соғыс қызу болып жатқан жерге барамыз. Сондықтан түнгі ұйқыны төрт бөліп, сіздерге, туған әке шешеме, аға жеңге қарындастарға кешірім сұрап, ең ақырғы хатымды жазып отырмын. Әді, апа, Асқап, Сәрсен, Светлана, Күлкін. Аман-есен денсаулықтың арқасында тиісті қызметтеріңізді атқарып жатқан боларсыздар. Ал менен қалқабар білмек болсаңыздар, аман-есен оқуды жалғастырып жатырмыз. Таяуда қыстағы оқыған сабақтан емтихан береміз. Соған қызу дайындалып жатырмыз. Бір сабақ емес, 23 пәннен емтихан тапсыру оңай болмас. Жылдам ұшатын ұшақты тізгіндеп үйрендім. Бүгін бе, ертең бе, жалғыз өзім ұшам. Мен
Мен жас жанымды жауға бос бере қоймайым. Өлсем жастығымды ала жатам. Астымда фашистің күлін көкке ұшыратын ұшқыр ұшақ бар. Маған сеніп тапсырылған осы техниканың тегеурінін жауға қарсы бағыттауым керек. Ана, әді, сіздерге айтатыным, мен ойламаңыздар. Егер жаудың көзін жоймасақ, олар елімізге қауіп төндіреді. Сіздерге бұрынғыдай қызықты уақыт пен бостандық болмайды. Қадірлі туған туысқандарым, әке шешем, таң болса атты. Қазір ұшуға барамыз. Сондықтан хаттың аяғын тәмам қылуға рұқсат етіңіздер. Көп не жазайын? Хош болыңыздар. Екінші тапсырма. Нұркен Әбдіров 16 рет әуе шайқасына қатысып, фашистердің 12 танкісін, 28 жүк автомобилін, оқ дәрі тиеген 18 мәшинесін, жанармай құйылған 3 цистернасын, 3 зеңбірегін жойып, 50-ден астам неміс солдатын жер құштырған. Ол Сталинград түбіндегі бекіністі жою үшін әуеге көтерілді. Тапсырманы орындау кезінде бірнеше жау орналасқан жерлердің көзін жойды. Бірақ өзінің ұшағы да зақымданды. Отқа оранған ұшағын жау техникасы шоғырланған тұсқа бағыттап, өзі де қаһармандықпен қаза тапты. Міне балалар, бұл біздің екінші мәтініміз болды. Енді әрине осы екі мәтінді тыңдап, өзімізше ой елегінен өткізіп, енді нені жазуға кірісеміз, мәтіндегі негізгі ойды жазуға кірісейік балалар, жарай ма? Ал енді жазып болсақ, онда өз жауаптарыңызды мұндағы экрандағы жауаппен салыстырып көріңіздер. Ең бірінші негізгі ойды анықтаудағы формасы, яғни бірінші мәтін ол ауызша мәтін еді, ал екінші мәтін жазбаша берілген мәтін. Жанр бойынша бірінші мәтін хат түрінде, ал екінші мәтін мақала түрінде берілген. Мақсаты ақпарат беру, екеуінде мақсаты ақпарат беру. Мазмұны, яғни не туралы? Нұркен Әбдіровтің өмірі мен ерлігі туралы болды, екеуі де. Стилі әрине публицистикалық стильде жазылған. Міне осылайша біз мәтіндегі негізгі ойды анықтадық. Енді мысалдан оқшу сөздерді ажыратамыз. Сіздерге мына жерде екі сөйлем беріп отырмыз. Бірінші сөйлем: қадірлі ата-ана, Сәрсен Светлана, денсаулықтың арқасында жақсы жағдайда жүрген шығарсыздар. Бұл сөйлемде мына қарамен берілген сөздер қадірлі ата-ана, Сәрсен Светлана деп не істеп отыр? Қаратып айтып отыр, қаратпа сөз, яғни оқшау сөздің ішіндегі қаратпа сөз. Қаратпа сөзге жатады. Демек, қарата айтылып отыр. Екінші, әді, апа, асқап, мені ойламаңыздар. Менің жағдайым жақсы деген сияқты сөйлем кездеседі. Бұл жердегі де әді, апа, асқап деп қаратып өзіне айтып отыр. Демек, бұлар оқшау сөздерге жатады. Демек, біз мәтіннен оқшау сөздерді осылайша ажыратып аламыз. Міне балалар, біз осымен негізгі ойды анықтауды және оқшау сөзді ажыратуды өттік сіздермен бірге. Енді келесі тапсырмамыз кітаппен жұмыс. 5-ші тапсырманы ашсаңыздар, 162-ші беттегі. Бұл тапсырманы қазір сынып жұмысы әрі үй тапсырмасы ретінде беріп отырмын. Тапсырмадағы мәтінді оқып, негізгі ойды анықтап жазыңдар. Яғни, не істейміз? Оқып болған екен, мәтіннің формасын, жанрын, мақсаты мен идеясын, мазмұны мен стилін жазасыңдар. Жазып болған соң, менің жекеме WhatsApp-пен жібересіңдер. Жарай ма? Жақсы, сонымен бүгінгі сабақта біз мәтіндегі негізгі ойды анықтауды өттік және мәтіннен оқшау сөздерді ажыратуды үйрендік. Осымен сабағымыз аяқталды. Мен сіздермен қоштасамын. Келесі сабаққа дейін сау, саламат болыңыздар.